Оқушылар отыра қойыңыздар. Балалар, бүгін біз әдебиет сабағында шығарма жазамыз. Шығармамыздың тақырыбы менің арманым. Яғни айта қойыңыздаршы, кімнің арманы бар? Өскенде кім боламыз? Жақсы, Мереке айта қойыңыз. Мен өскенде ұстаз болғым келеді. Жақсы, керемет. Дәптерімізді ашып жазамыз. Менің арманым. Мен Марат қызы Мереке. 2000 жылдың 28 маусымында дүниеге келдім. Қызылорда облысы Қазалы ауданының номері 24 орта мектебінен жалпы орта білімді тамамдадым. 2017 жылғы жас түлек атандым. ОБТ-дан жоғары балл жинап, қазіргі Әлихан Бөкейхан атындағы университетке оқуға түстім. 4 жыл үздіксіз білім алып, 2021 жылы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі бойынша жоғарғы оқу орнын аяқтадым. Адамның жарқ еткен жарқын сәттерінің бәрі естелік атты ескі таспада сақталады. Осындай естеліктерді естен шығармай, арман қуып, Астана қаласына келдім. Менің арманым Әлихан Бөкейхан университетінен Әлихан Бөкейхан мектебіне алып келді. Мен шығармашыл, идеясы өзгеден ерек, үлкеннен үйреніп, жаңалықты тез қабылдайтын жаңашыл ұстаз, жас маманым. Мен жас маман осы мектепте, кеше келдім оқу бітіріп, енді дайынмын мен жұмысқа, еңбегіммен жетемін табысқа. Ой, солдама, барам қайда айтсаң да, жұмыста мен қашпаймын, бәрін істеп тастаймын. Тепсе темір үзетін, мен сондай бір динамит, күш дегенің тасып тұр, ұрып тұр ғой аппетит. Семинарға барам, жиналыстан қалмай, ашық сабақ өтем көрнекілікпенен, субботникті қатырам, күнделікті толтырам, таң атпастан кешке дейін мектепте. Мен жас маман